Сәлем барлықтарыңызға жаңа 2022 жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа 2022 жылды қалай продуктивті бастаймыз деген сұрақтарға бүгін видеода жауап беретін боламын. Менімен бірге болыңыз. Продуктивтілік дегеніміз не? Көбінесе барлығымыз қалай ойлаймыз? Продуктивтілік дегенімізді көбісі ойлайды, жетістікке жету, мақсаттарды орындау, осылайша ойлайды. Бірақ продуктивтілік дегеніміз шынында не? Продуктивтілік дегеніміз ол бір үлкен мақсаттарға жету жолда кіші бір қадамдардан рахат алу, ләззат алу. Осы арқылы біз өзіміздің тиімділігімізді арттырамыз. Енді сұрақ, оған қалай жетеміз? Әрине, жауабы жасап жатқан ісіңізді жақсы көру. Яғни не жасап жатсаңыз да, сурет салып жатырсыз ба, медицинада оқисыз ба, қандай іс жасасаңыз да барлығын жақсы көру арқылы сіз өзіңіздің тиімділігіңізді арттырасыз. Ол кезде сіздің ішкі мотивацияңыз жоғары болғандықтан сыртқы факторлар ештеңе әсер етпейді. Сізге сөздер, немесе біреудің ойы деген секілді ештеңе әсер етпейді. Бұл кезде сіздің өзіңіздің ішкі мотивацияңыз жоғары болады. Енді бөлісіп кетейін. Бізде продуктивтілікті арттыру үшін 5 техникамыз бар. Бірінші техника ол өзіңіздің айналаңызға деген көзқарасыңызды өзгертіңіз. Мысалы, сабақ оқу кезінде өзіміздің миымызды дайындауымыз керек. Бұл сабақ өте оңай, мен ол сабақты жақсы көремін, менің қолымнан келеді, ол маған қызықты деген секілді сондай өзіміздің ойымызды өзгертуіміз керек. Екінші техника ол істеп жатқан затымызды ойынға айналдыру. Мысалы, медицина университетінде бастапқы курстарда өте көп қиындықтар болады. Себебі бізге бастан бастап айтқан медицина ол өте қиын. Ол жақта сен 7 жыл бойы оқисың. Ары қарай резидентура оқитын болсаң 9 жыл, 12 жыл деген секілді сондай бір қиындықтар туралы бізде подсознаниямызға ой салып қойған. Сол қиын деген установканы біз миымызға алып қойғандықтан бізге оқу кезінде қиын болған. Бірақтан екінші техникада біз істеп жатқан ісімізді қалай ойынға айналдырамыз деген тұжырымға жауап беретін болсам, біз сабақ оқып жатсақ, оны түрлі түсті конспектілермен, диаграммалармен, таблицалармен және оқып жатқан үрдістің өзінде керемет бір қызықты эксперимент жасап жатқандай, өзімізді бір ғылыми жетекші, ғылыми бір адам секілді өзімізді елестетуіміз керек. Осылайша ойынға айналдырған кезде бізге кез келген нәрсе жеңіл болып бастайды. Үшінші техника басқа студенттермен бірігу. Мысалы, пациенттер туралы клиникалық жағдай алайық. Барлығымыз презентация дайындап, әрқайсымыз өзіміз қорғаған кезде студенттер бір-бірімен келіспейтін жерлерін айтады, немесе өз көзқарасымен бөліседі деген секілді. Бір түсінбейтін сабақ болса, мысалы анатомиядан кез келген бір сұрақтарыңыз болатын болса, соның барлығын өзіңізге түртіп алыңыз. Кейіннен группаластарыңызды шақырып, группаластарыңызбен сол мәселе бойынша талқыласаңыздар, сіз көрмеген нәрсені группаластарыңыз байқайды, ал группаластарыңыз байқамаған затты сіз байқайсыз деген секілді. Білетін информацияңызбен бөлісесіз және білмейтін информацияңызды өзіңізге аласыз. Немесе барлығыңыз бірге талқылайсыздар. Осылайша сіздер үшінші техника бойынша продуктивтіліктеріңізді арттырасыздар. 5-ші курста мынандай жағдай болған. Госэкзаменге дайындалып жатқан кезде 3 қыз бірігіп, барлығымыз осы Шымкентте тұратын болдық. Содан кейін барлығымыз менің үйіме жиналатын болдық. Осылайша жиналған кезде өте біздің госэкзаменге деген дайындығымыз өте қызықты өтті бірінші жағынан. Екінші жағынан біз көп нәрсені талқылай бастадық. Сол кезде осылай екен ғой деген секілді бір-бірімізге бір ой салдық. Және біздің істеп жатқан ісіміздің де тезірек болуы, продуктивті болуы, бір жағынан ойын түрінде, бір жағынан басқа медицина студенттерімен қолдау болды. Яғни достарыммен. Осылайша сіздер де достарыңызбен экзамен алдында біріксеңіздер болады, немесе бір тақырыпты түсінбесеңіздер бірігіп, барлығыңыз соны түсінуге тырыссаңыздар болады. 4-ші техника айналаңыздағыны реттеу. Айналаңыздағы реттеу дегенімізді былай түсінсек болады, өзіңізге ұнайтын орындық алу, немесе мотивациялық фразаларды іліп қою,
таблицалар, кестелер, айналаңыздың барлығын эстетикалық түрде қоршау. Яғни свечка жағып қою, немесе компьютерден бір лофи музыкасын қосып қою деген секілді. Сондай бір эстетикалық ортада болған кезіңізде сіздің де продуктивтілігіңіз артады. Мен мысалы көбінесе компьютерден лофи немесе study with me деген бірге оқып жатқан процесте мен өзімді жақсы сезіне бастаймын. Сондықтан сондай бір видеоны қосып қоямын, ол адаммен бірге оқып жатқан сияқты боламын. Сол кезде маған бір эстетикалық күшті бір ләззат сыйлайды. Кейде гүлді қойып қоямын. Гүл қойып қойған кезде күшті иісі, күшті сән болып тұрады. Ол да бір эстетикалық комфортты маған береді. 5-ші техника ол мақсаттағы ісіңізді жасап жатсыз ба деген сұрақты қою. Яғни сізге қажетті заттарды, сіздің жоспарыңыздағы бар затты жасап жатсыз ба деген сұрақты қоя білуіміз керек. Себебі жұмыс басқа, сіздің жасап жатқан ісіңіз басқа болуы мүмкін. Сол кезде сіз өзіңізді тоқтатып, не жасап жатырмын, не жасап жатқан жоқпын, барлығын өзіңізге кішігірім бір отчет ретінде салсаңыз болады. Сіздің жұмысыңыз басқа, мақсатыңыз басқа, бірақ сіздің жасап жатқан ісіңіз басқа болатын болса, онда сізде депрессияға ұшырау қаупі бар. Сондықтан, яғни бұл депрессияға ұшырамау үшін өзіңіздің мақсатыңызды анық біліп алуыңыз қажет. Кеше қоштасайық, осындай бір кішігірім видео.